Алманың пайдасы мен зияны. Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге алманың пайдасы мен зиянды тұстарын айтатын боламыз. Алманың зиянды жағын білесіздер ме? Тым қарапайым сұрақ. Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтатындықтарыңызға сенімдіміз. Алайда, диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екендігін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барий микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет, сондай-ақ онда жасұндықтың өте көп мөлшері болады. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бет терісінің түсін ағартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатуының алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Алдыңыздағы тізімді көріп, ешқандай нашар қырын байқамағаныңызды айтарсыз. Асықпаңыз. Диетолог алманың құрамындағы жасұндықтың көп болуы, колит ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберуі мүмкін. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмаліне қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпеңіз, өйткені ол қант диабеті ауруына шалдықтыруы мүмкін. Сонымен қатар, алманың пайдалы тұстары: өміріңізді ұзартады, есте сақтау қабілетін жақсартады, инфаркт, инсульт қаупін азайтады, ісік ауруларының алдын алады. Кешкі сағат 6-дан кейін алманы жеуге болмайтынын білесіз бе? Оның құрамында пектин бар. Пектин ағзадан зиянды заттарды шығаруға жағымды әсер етіп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Дегенмен, кешкі сағат 6-дан кейін алманы жемеген дұрыс. Себебі асқазанға ауырлық түсіп, оның құрамындағы органикалық қышқылдар жайсыздық сыйлайды. Негізі алманы қабығымен жеудің қаншалықты маңызды екенін мына маманның сөздері растайды. Алманы мұқият жуудың өзі жеткілікті. Көп жағдайда адамдар қабығын алып тастағанды жөн санайды. Алайда, бұлай жасау дұрыс емес дер едім. Өйткені жемістің бойындағы бар пайдалы элементтер осы қабығында. Мәселен, адам организмін тазалауға көмектесетін азық тіндер бар. Яғни, сіз қоқысқа жемістің ең пайдалы бөлігін тастап жатырсыз. Дәл осы қабығы ас қорыту процесін қалпына келтіріп, қалған бөлігі асқазандағы пайдалы бактерияларға азық болады. Диетолог мамандардың айтуы бойынша, сатылымды арттыру мақсатында сауда орындарында алманы жылтырату үшін түрлі химиялық қоспаларды пайдаланады. Сондықтан алманы жылы сумен мұқият жуған соң сүлгімен сүрту керек. Алма шөлді басады, өйткені жеміс 87% судан тұрады. Алма құрамындағы калий мен кальций тіс эмалі мен сүйектерді қатайтады. Алма калориясы аз жеміс. Сол себепті артық салмақты тастағыңыз келсе, көбірек жеуіңізге болады. Құрамындағы мырыш, цинк, иммундық жүйені нығайтуға және арықтауға көмектеседі. Бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға төмендейді. Алма бетті ағартады. Алма ішек инфекциялары кезінде пайдалы, өйткені құрамында темір және марганец бар. Бұл жемістің көмегімен гастрит ауруын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып, таңертең жеу қажет. Алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді. Бұл жеміс темірдің, пектиннің және фолий қышқылының негізгі көзі болып саналады. Алма артериалды қан қысымын реттеп, тыныс алуды жақсартады. Бұған алмадағы С дәрумені көмектеседі. Ал В6 дәрумені майды кетіріп, күйзелісті азайтады. Ал жемістің өзінде мүлде май болмайды. Алма іштегі суды сақтап, ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар, оның құрамындағы жасұндық қандағы холестерин көлемін азайтуға әсер етеді. Тәттіні жақсы көрушілерге арналған алма диеталары. Бірінші нұсқа: 2 күн бойы 1 келі алмадан дайындалған пюре жеңіз. Алманы үккіштен өткізіп, аздап бал қосамыз. Содан соң газдалмаған немесе минералды су, аса тәтті емес шырындар ішуге болады. Екінші нұсқа: 2 күн бойы 1,5 келіден кем емес алманы жеу қажет, әр күн сайын. Ал ұйықтар алдында пеште пісірілген алма мен бал пісірмесін жеңіз. Қиын алма диетасы.
6 күн бойы тек қана алманы пайдаланыңыз. Егер қышқылдық артып кетсе, тәтті алма жеңіз. Егер төмен болса, керісінше ащысын жеген дұрыс. 1 және 6 күндері 1 келі алмадан жеңіз. 2 және 5 күндері 1,5 келі алмадан жеңіз. 3 және 4 күндері 2 келі алмадан жеңіз. Күн ара көк шай ішіп тұрсаңыз да болады. Егер диета қиынға соқса, аздап қара кептірілген нан жесеңіз де болады. Кейде ұзақ уақыт алма жеу де кедергі келтіреді. Себебі алма құрамындағы қышқыл заттар сіздің тәбетіңізді арттырады. Алайда мұны түрлі қиын күндері пайдалануға болады. Егер сіз алма жеп ақтауға болады дегенге сенбесеңіз, дәрігер-диетологпен кеңесіп көрсеңіз болады. Есте сақтаңыз, алма диетасын ішек жолдары сырқаты жоқ адамдар ғана ұстауға болады. Ал сіздер алманы қаншалықты жиі пайдаланасыздар? Егер видео пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып бағалап кетіңіз.